Саламатсыздар ма балалар? Бүгін қазақ әдебиеті пәнін бастаймыз. Кәдімгі мына жердегі столдың үстіне мен қазір 2 пазл қойып қойдым. Сол пазлдарды құрастырамыз. Келіңдер. Ал балалар, мозаиканы құрастыру арқылы сендер қазір 2 топқа бөлдік. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөліктерін талдау. Сабағымызды бастаймыз. Қазір сендердің алдарыңа видеоматериал қосамыз. Видеоматериалды зейін қойып тыңдаңдар. Ал балалар, видеоматериалды көрдіңдер. Қазір сендердің алдарында сурет тұр. Өткен сабақта стоп-кадр арқылы жалғастырамыз. Келесі суреттерде не көріп тұрсыңдар? Сұрау. Мұхтар Әуезов бірінші суретте, екіншісінде көксерек әңгімесі, үшіншісінде Мұхтар Әуезов шығарған Абай жолы кітабы, төртіншісінде Мұхтар Әуезов шығарған жеті. Келесі Мұхтар Әуезов қай жылдары өмір сүрген? Ал Мұхтар Әуезов қай жылдары өмір сүрген, кім жауап берді? Айша. 1897-1961 жылдары өмір сүрген, 63 жасында қайтыс болған. Жарайсың, отыра қой. Ал көксерек әңгімесі қай жылы жазылған? Ильяс. 1929 жылы Ташкент қаласында жазылған. Жарайсың, отыра қой. Ал енді сендер бағана видеоматериал арқылы көргендерің бойынша көксерек әңгімесінің жазылуына не түрткі болды авторға? Сол календарда қасқырдың сол түнде сондай, жортқан сондай, жортқан бейнесі болды. Жарайсың, тұра қой, тағы да. Ал келесі тапсырма қараңдар. Бағана видеоматериалдан көргендерің бойынша көксерек әңгімесінің жазылуына не түрткі болды авторға? Арсен? Қалада айтып тұрған көзгедегі қасқырдың бейнесі. Жарайсың. Келесі Шмек. Мұхтар Әуезов дәріс берген ауылдағы Заправкідегі қасқыр. Жарайсыңдар, отыра қой. Дұрыс па? Дұрыс. Ал қараңдар балалар. Қазір видеодан көргендерің бойынша қасқыр қандай аң, қандай жануар? Жыртқыш. Жыртқыш. Тағы да? Жабайы. Жабайы. Тағы да? Қолға үйренбейтін аң. Қолға үйренбейтін аң. Ал енді қараңдаршы, қасқыр аңы бойынша мақал-мәтелдер бар ма? Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан. Жарайсың. Келесі, тағы да қандай мақал-мәтелдерді білеміз? Қасқырдың қандай пайдасы бар? Оның пайдасы. Мысалы, мақал-мәтелге қасқырды қанша бақсаң да, орманға қарап қойды. Жарайсың. Мақал-мәтелді жалғастырды. Жарайсың. Және ол даланы өліксіздерден тазартады. Жарайсың. Пайдасы бар екен, я? Ал зияны қандай, кім айтады? Ауылдағы мал мүлікке шабуыл жасайды. Тағы да? Тағы да қандай зияны бар? Зиян аз ба не? Жортып әр ауылда малдарына тиісіп өмір сүреді. Тағы да қандай зияны бар? Ол және де не істейді? Тек қана малдарға емес, адамдарға да шабуыл жасайды. Оған біздің осы бүгінгі тақырыбымыздағы көксерек әңгімесі. Ал қараңдар, енді келесі тапсырмамыз сәйкестендіру әдісі. Композиция дегеніміз не? Еске түсірейікші? Арсен? Композиция құрамдас бөліктерде ұштастырылған бір-біріне және жалпы мүддеге бағындырылған мақсаты көркем құрылым. Дұрыс па? Дұрыс. Жарайсың, отыра қой. Келесі, сюжет дегеніміз не? Жібек? Өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі. Дұрыс па? Дұрыс екен. Келесі, фабула дегеніміз не? Көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі, тақырып? Тақырып мәтіндегі оқиға мен ойдың түйіні. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі, идея? Идея дегеніміз автордың айтпақ ойы. Дұрыс па, келісесіңдер ма? Жарайсыңдар. Кәнде 5 формағация арқылы өзімізді бағалайықшы. Кәнде 5 формағация. 5 болса бұлай, 4 болса бұлай, 3 болса бұлай. Кәні? Жарайсыңдар. Ал енді қараңдар балалар,
оқулықпен жұмыс жасаймыз. Қазір мен сендерге мәтін үзінділерін беремін. Ел әдісі бойынша әр топ бір-біріне әңгімелеп береді. Оқыңыз. Және де оқыған әңгімелеріңді қазір 2 топқа тапсырма беріледі. Біреуісіне уақыт тізбегіне жазамыз, оқиғаларды жалғастырып берілген мәтіннен. Келесі топқа сюжеттік талдау. Сендерге барлығы 7 минут беріледі. Тездетеміз. Ал уақыт бітті, аяқтаймыз. Қазір бірінші топтан кім жауап береді? Шығамыз. Бірінші топ шығамыз. Бірінші топ шығамыз. Ал екінші топ қалғандарды тыңдаймыз. Қандай берілді бізге тапсырма? Уақыт тізбегі. Уақыт тізбегі әдісі арқылы фабуланы табу. Ең біріншісі көксеректі ауылға әкелуі, екіншісі ауыл иттері мен адамдарды қабылдамауы, үшіншісі көксеректің үлкен бөрі болып өсуі, төртіншісі аққасқырмен ол достасуы, бесіншісі көксеректің ауылдарға басқа ауылдарға шабуыл жасауы, сосын көксеректің ауыл иттеріне өскен кезде кек алады. Ең соңында көксерек құрмашты қалады да құрмаш қалады. Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Бірінші топ. Екінші топ, кәне? Екінші топ шығамыз. Екінші топқа қандай тапсырма берді? Сюжеттік талдау, иә? Пирамида әдісі арқылы сюжеттік талдау. Оқиғаның басталуы, қарады қасқырлар мекені, тағдырлар тірлігі, оқиғаның байланысы, адамдар шабуылы, қаталдық, оқиғаның дамуы, бөлтіріктің көксерекке айналуы, оқиғаның шарықтау шегі, көксерек және құрмаш сәбидің таза көңілі, оқиғаның шиеленісі, көксеректің ауылдан кетуі, ұяластармен тез татуласуы, оқиғаның шешімі, құрмаштың қазасы, әжі зары. Дұрыс па? Дұрыс. Жарайсыңдар. Отырамыз. Ал балалар, қазір жазылым. Қараңдар, жазылым әдісі. Кейіпкерлерді суреттеп жазамыз. Мінез құлқын, іс-әрекетін, автор ойын, менің пікірім деп дәптерлеріне әрқайсының жеке жұмыс жасаңдар. Қане. Бар жоғы 5 минут беріледі. Бастаймыз. Ал жасы болсаңдар бастаймыз. Кім жауап береді бірінші сұраққа? Құрмашты суреттеп беріңіз кәні? Көрем. Мінезі құлқы, мейірімді ақкөңіл, әрекеті көксеректі асырап алуы. Автордың ойы жыртқыш аңды ешқашанда асырап ала алмайтыны. Менің пікірім. Мен құрмаш сәтті өте жануарлар жақсы көремін. Жарайсың. Келесі біз сабағымызды спиннер әдісі арқылы бекітеміз. Спиннерден қазір сұрақтар қойылады, сұрақтарға жауап береміз жеке. Ал бастаймыз. Ал балалар сабақты бекіту бойынша спиннер әдісіменен сабақты бекітеміз. Берілген сұрақтарға жауап береміз жеке. Кім бастайды? Konuş. Kurmaş қалай қаза болды? Қана, Асен. Құрмаш ол көксеректен қорыққаннан, өйткені көксерек оны жегісі келді де, бірақ көксеректен қорыққаннан оны жүресі кетіп, ол өліп қалды. Жүрегі жарылды. Жүрегі жарылды. Келесі. Atışın da. Көксерек әңгімесі қай жыл жазылды? 1929 жылы жазылды. Ауыл иттері көксерекке қалай қарады? Ауыл иттері көксеректі басында жақтырмай, оны барлығы талады. Сосын уақыт өте келе көксерек өзін
өз күшін қолына алғаннан кейін ауыл итеріп көксеректен қорқа басады. Жарайсың, отыра қой. Келесі. Мұхтар Әуезовтің қандай шығармаларын білесіңдер? Бірінші топ. Жердің абай жолы, тағы да басқа шығармалар. Тағы да? Кім толықтырады? Тағы қандай шығармаларын білесіңдер? Екінші топ көмектесеміз? Тағы қандай шығармалар? Және де Каштан және Бульба деген шығармаларын Жарайсыңдар. Келесі. Бұл сұрақ қойылды. Келесі. Ал балалар, бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Соны қазір алдарына берілген стикерлерге жазып, мына жерге тақтаға жабыстырамыз. Кәне, бастаймыз. Ал енді аяқтасаңдар, кәне бірінші топ шығамыз. Бірінші топ шығамыз тақтаға. Жабыстырамыз. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Кәне, Арсен, бүгінгі алған әсеріңді айтшы. Сабақты түсіндің бе, саған түсінікті болды ма бүгін? Бүгінгі сабақтан түсінікті болды, бүгінгі сабақтан керемет әсер алдым. Және сабақ өте жақсы өтті. Жарайсың. Келесі. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақтан не түсіндіңдер сендер жалпы? Көксерек әңгімесін, оның құрылымын түсіндік, иә? Жарайсыңдар. Келесі. Кәне, маған бүгінгі алған әсерін кім айтады? Сабақтан алған әсерін кім айтады? Екінші топтан айта ғой. Жарайсың. Келесі. Бүгінгі ашылу өте түсінікті болды және біз көксерек әңгімесінің сюжет талдауын үйрендік. Жарайсыңдар. Жалпы сабақ түсінікті болды ма сендерге? Әңгіменің композициялық құрылымын түсіндік пе? Автордың ойын түсіндік пе? Жарайсыңдар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.